Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі рецептте борщ жасаймыз. Сіздермен бөлісемін. Өте керемет дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек көкөністеріміз: пияз, болгар перец, сәбіз, қызылша, картоп, қырыққабат және ет. Чеснок керек сосын. Пиязымызды осылай жіңішкелеп турап аламыз. Одан соң чесногымызды тураймыз майдалап. Енді болгар перцімізді жіңішкелеп тураймыз. Сәбізімізді тураймыз жіңішкелеп. Қызылшамыз тураймыз жіңішкелеп. Қызылшамыз дайын болды. Енді қырыққабатты тураймыз. Капустаны тураймыз, орысша айтқанда. Капустамыз дайын болды. Бөлек ыдысқа алып қоямыз да етімізді тураймыз. Етіміз дайын болды. Енді қазанымызға майымызды құйып, кішкене қыздырып алып, пиязымызды саламыз. Пиязымызды салып, кішкене қуырамыз. Үстіне етімізді қуыруға саламыз. Мен барлығын қуырып жасағанды солай ұнатамын. Сонда ерекше дәм болып шығады. Көкөністерімізді саламыз, сәбізімізді, одан соң қызылшамызды, болгар перцімізді қосып, кішкене қуырып аламыз. Ас қаспен жарты қасық тұз саламын. Енді қара бұршымызды саламыз. Үстіне қызылша мен болгар перцін салып қуырамын. Енді қырыққабатты үстіне салып қуырамыз. Осылай қуырып істесеңіздер, дәмі ерекше болып шығады. Өте керемет дәмді болады. Осы әдіспен жасап көріңіздер. Қуырып болдым. Енді салқын су құямыз. Қайнатып алған соң астын басамыз. Кішкене басып, еті бәрі пісу керек. Пісіп дайын болып қалды. Енді картоп саламыз.
Үстіне 1-2 лавровый листін саламыз. Осымен біздің борщымыз дайын болды. Өте керемет дәмі. Осы рецептпен көріңіздер. Маған тіркеліп лайк басып, қоңырауға басып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.